Ей, жүр, анам магазин кесте қайтып, кеш болып кетті, жүр. Ей, тесіп. Достар, мен анамды жеп кетті ма? Анама барып айтайын. Свет тас қараңғы ғой, анам кетіп қалған ба? Анам жоқ мияқта. Не істеймін енді? Мияқта көрейік тұрса. Анам қандай? Жоқ қой, достар, анам менің. Достар, үйде свет өшіп қапты. Анам бәрі жоқ, кетіп қапты ғой. Мен өзім ғана қалдым ба не? Қайын мияқта жоқ па? Жоқта жатқан жоқ. Жоқ, достар, мен таппай кеттім. Өзім ішім пысып кетті, үйші ана зомбилардан қорқып жатырмын, қазір үйімізге кіріп кетпесін. Не істеймін енді, свет жағып көрейінші. Кім? Ойбай! Сен ба? Сен мияқта қайдан жүрсің? Мен жаңадан бері сені іздей алмай жүрмін ғой. Үйдегі анам бәрі қайда? Жаңа базарға кеткенсің, ұйықтап атқам ғой мен. Сен үйдесің ба? Мен жаңадан бері анаяқта ақпақ зомби жүр, абайла тығылып қалып. Ой, сен сол баяғы ертегілерің ба? Қойш. Ей, сенбесеңіз қараңыз, анаяқта толған зомбилар жүр. Мен біздің інімізді жеп қойды ғой. Онда қазір көрейік. Ұйықтап отыр. Абайлан зомби сізді жеп қоймасын. Ойба, қандағы зомби? Бір қандай ертегі айтып атсың? Ман сенбеңіздер, бәрі анаяқта толған зомби жүр ғой. Жүш алып көрейік. Мен тексердік, үй таза. Сен қазір зомбилар кіріп қалмасын, үйді есігін құлттап қояйық. Онда мақұл. Келіп қалмасын. Не болды? Не болып жатыр? Қандөрі, сен ұйықтасың ба? Не болды? Түсімде жаман түс көрген жоқпын. Қандай түс? Қорқынышты зомбилар жүрген жақты ұяқта. Қойып түсімілә деп жаттың дегенді. Жаман түс көрсің ғой. Қызым, не болды? Қана, басың ыстығың бар ау деймін басыңның. Ойбу, температурасы көтеріліп жатыр ғой. Адам ауырғанда мұздай су ішсе, тамағы көтеріліп, содан температура көтеріліп, шошып шыққасың ғой. Қызым, қазір басыңнан тұз айналдырып, дәрі берем. Сосын жақсы боласың. Сосын қорқынышты түстер көрмейтін боласың, жарай ма? Сіздерше үйде ешкім жоқ, тас қараңғы үйде. Бет далада келе жатқанда бір зомбилар толған. Артымнан қуалап үйге кіріп қалсам, ешкім жоқ қой, тас қараңғы, свет өшіп қалған. Вообще қатты қорқынышты түс көріп, шошып қапсың ғой. Болды енді. Андай жатарда жақсы ойлап жату керек сол кезде. Қорқынышты түс көрмейсің. Сосын қорқынышты кино не көрмеу керек, я? Иә. Сол кезде қорқынышты түс көрмеу. Қорқынышты кино көріп, сол қызық болып жатқан еді.
зомбилар туралы кино еш нәрсе қорқынышты балаларға көруге болмайды. Балаларға тек көңілді нәрсе көру керек, жақсы нәрсе, көңілді нәрсе ойлап жүру керек. Жарай ма? Логика, психология құртады ғой негізі. Солай. Сол үшін қорқынышты нәрсе көрмейміз, балалар. Жарай ма? Оданша біздің видеоны көріңіздер. Оданша біздің қызық видеоларымызды көріңіздер. Достар, біздің видеоларымыз күнде қызық болады. Ұнаса лайк басып, комментарий басың, коммент жазыңыздар. Давайте. Біздің видеоны күнде көріп жүріңіздер. Қалмай сағанды күнде көріп жүріңіздер. Және де біздің аккаунтты бірінші болып, видео салғанда бірінші болып көргілеріңіз келсе тіркеліп алыңыздар. Біздің видео әрқашанда қызық болады. Сау болыңыздар. Пока.